Қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында картофель по-деревенски жасайтын боламыз. Ең алдымен осындай картошкаларымызды сыртын жуып, тазалап, суда жарты сағатқа асатын боламыз. Содан кейін осындай асылған картошкаларымызды қатты пісіріп жібермейсіздер, жартылай пісіресіздер. Осындай ыстық күйінде кесіп жаңағыдай форма келтіреміз, долька қылып. Содан кейін барып, осындай пергамент болмаса фольганың үстіне ровно қылып жайып шығасыздар. Не обязательно барлығын тіктеп, но осылай жайсаңыздар өздеріңізге ыңғайлы болады. Осылайынан қас қатардай қылып тұрғызып қойғаннан кейін паприка, бұрыш және де шемішке май, тұзды қосасыздар да, осылайынан картошкаға жағып шығасыздар. Және де 210 градуста 15-20 минутқа пешке салып аласыздар. Және де осындай керемет стрипсы қытырлақ рецепт іздесеңіздер, менің каналымнан таба аласыздар. Сіздерге ас болсын, менің каналыма тіркеліңіз.